Сәлеметсіңдер ме? 3-ші сынып оқушылары. Здравствуйте, ребята! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мақтаншақ көлшік. Тема сегодняшнего урока – лужайка хвастунишка. Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Мақтанды, похвастался. Мақтаншақ, хвастун. Бу, пар, кеуіп қалады, высыхает. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Мақтанды, мақтаншақ. Бу, кеуіп қалады. Енді балалар, мәтінді бірге оқиық. Давайте прочитаем текст. Жазда жаңбыр жиі жауды. Құдықтың айналасына көлшік пайда болды. Ол мен көлмін деп мақтанды. Күзде көлшіктің суы азаяды. Оның суы буға айналады. Ол шөлдейді. Мақтаншақ көлшік кеуіп қалады. Құдық қалады. Давайте теперь переведем. Енді аударайық. Летом часто шел дождь. Вокруг колодца появилась лужайка. Она хвасталась: я река. Осенью вода в нем уменьшилась. Ее вода испарилась. Ей захотелось пить. Лужайка-хвастунишка высохла. Остался только колодец. Енді балалар, суреттерді сөзбен жазып сөйлемдерді толықтырайық. Давайте допишем предложение, вставляя слова вместо картинок. Бірінші сөйлем. Первое предложение. Ребята, что у нас на картине? Да, это дождь. Дождь на казахском жаңбыр. Значит, первое предложение жаңбыр жауады. Келесі сөйлем. Следующее предложение. Здесь на картинках у нас колодец и лужайка. Как колодец на казахском? Правильно, құдық. А лужайка? Правильно, көлшік. Второе предложение будет құдықтың айналасына көлшік пайда болады. Следующее предложение. Здесь нарисован у нас пар. Пар на казахском бу. Көлшіктің суы буға айналады. И последнее предложение. Здесь у нас высохшая лужайка. Высохла, кеуіп қалады. Көлшік кеуіп қалады. Давайте эти предложения еще раз прочитаем. Тағы бір осы сөйлемдерді оқып шығайық. Жаңбыр жауды. Шел дождь. Құдықтың айналасына көлшік пайда болды. Вокруг колодца появилась лужайка. Көлшіктің суы буға айналады. Вода лужайки испарилась. Көлшік кеуіп қалады. Лужайка высохла. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.